Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Жаратылыстану ас қайда қорытылады? Адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау, ас қорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы рөлін сипаттау. Бағалау критерийлері адамның ас қорытуға қатысатын дене мүшелерін айтады, қайда орналасқанын, қандай қызмет атқаратынын біледі. Күтілетін нәтиже: оқушының қызығушылығын арттыру, оқушылардың тақырыпты қабылдауы, ас қорыту жүйелерінің атқаратын қызметін білу, дұрыс тамақтану мен ережесі, ас қорыту мүшелерінің орналасу гигиенасы. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөзі ас қорыту. Сұхбат. Негиш пен Эврика мектептің қабырға газетіне дұрыс тамақтану туралы мақала жазып отыр. Олардың сұхбатқа арнап дайындаған сұрақтарына жауап беріп көр. Тамақтану туралы өзің қандай сұрақтар қояр едің? Адам тіршілігінде тамақтану қандай орын алады? Адам тамақтанбай ұзақ уақыт жүре ала ма? Ас қорыту сөзін қалай түсінесің? Ас қорыту қайдан басталады? Тіс не үшін қажет? Ас қорыту кезінде тіл қандай қызмет атқарады? Шайнағанда тамақ қандай өзгеріске түседі? Қорыту барысында ас ағзаға сіңуге ыңғайланып ұсақ бөліктерге ыдырайды. Осы үдеріс ас қорыту деп аталады. Ол ауыз қуысында басталады. Ауызда ас ұсақталып, сілекеймен ылғалданып араласады. Ал тіл оның дәмін сезуге көмектеседі. Ас өңеш арқылы асқазанға түседі. Онда ол асқазан сөлімен араласып, жартылай сұйық ботқаға айналады. Одан әрі ас қорыту әшешекте жалғасады. Бұл жерде әшешектің қабырғалары арқылы құнарлы заттар қанға өтеді. Одан әрі тоқ ішекте су сіңіріледі. Қалған тығыз қалдықтар төмен қарай тік ішекке сырғып сыртқа шығарылады. Енді балалар шашылған әріптер арқылы сөздерді құрастыр. Естеріңде болсын, тамақты үнемі көп жеу сенің организміңе зиян. Тамақты жаңа дайындалған күйінде жеуге дағдылану керек. Жоқ сөздерді толықтыр. 5 сөйлемге керекті сөздерді қойып толықтырып жаз. Назарларыңызға рахмет.